Hi students, сәлем тіл үйренушілер. Welcome to our YouTube channel. Біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен ағылшын тілінде нағыз керек тақырып сөйлеу кезінде міндетті түрде қажет тақырыпты өтетін боламыз. Ол әрине сәлемдесу түрлері. Сәлемдесуге қалай дұрыс жауап береміз. Сол тақырыпта жаңа сөздерді үйренетін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Greetings in English ағылшын тілінде сәлемдесу. Ағылшын тілінде сәлемдесудің бірнеше түрлері бар. Ол қалай? Ең танымал сәлемдесу түрлері ол good morning, қайырлы таң, good afternoon, қайырлы күн, good evening, қайырлы кеш, hello, сәлем, сәлеметсіз бе, hi, сәлем, яғни достар арасында, hey there, сәлем бәріне. Деп, дәл осы сәлемдесу түрлері ең көп тараған сәлемдесу түрлеріне жатады. Next. How are you? Жағдайың қалай? How is it going? Жалпы қалың қалай? What's up? Қалайсың? How's life? Өмір ағысы қалай? Тағы бір қайталайық. How are you? Жағдайың қалай? How is it going? Жалпы қалың қалай? What's up? Қалайсың? How's life? Өмір ағысы қалай? Келесі сәлемдесу түрлеріне де назар аударайық. How are things? Жағдайың қалай? How do you do? Қалайсың? How are you today? Қалың қалай бүгін? One more time. Тағы бір қайталаймыз. How are things? Жағдайың қалай? How do you do? Қалайсың? How are you today? Қалың қалай бүгін? Деп айтуға болады. Енді осылай сәлемдескен кезде қалай дұрыс жауап беруге болады. Example, how are you? Қалың қалай? I'm fine, thanks. Менде бәрі керемет, рахмет. I'm okay. Жағдайым жақсы. I'm great. Жағдайым тамаша. What's up? Қалайсың? I'm not bad. Жағдайым жаман емес. Fantastic. I'm super деп жауап беруге болады. Let's repeat new words. Қане жаңа сөздерді тағы бір қайталайық. Good morning. Қайырлы таң. Good afternoon. Қайырлы күн. Good evening. Қайырлы кеш. Hello. Сәлем. Сәлеметсіз бе. Hi. Сәлем. Hey there. Сәлем бәріне. How are you? Жағдайың қалай? How is it going? Жалпы қалың қалай? What's up? Қалайсың? How's life? Өмір ағысы қалай? How are things? Жағдайың қалай? How do you do? Қалайсың? How are you today? Қалың қалай бүгін деп жауап беруге болады. How are you? I'm fine, thanks, I'm okay, I'm great деп қысқа жауап беруге болады. What's up? Қалайсың? I'm not bad, fantastic, I'm super. Дәл осылай ағылшын тілінде сәлемдесудің бірнеше түрлерін айтып, сәлемдесе беруге болады. Міндетті түрде бүгінгі өткен жаңа сөздерді жаттап, өзіңізге есте сақтап алыңыздар және сөйлеу кезінде міндетті түрде қолданыңыздар. Бүгінгі видео сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар болады. Келесі сабақтарда да біз сіздермен пайдалы видеолармен бөлісетін боламыз. Ол үшін біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Thank you. Goodbye, friends. Сау болыңыздар.